Қытайға достар Қасым-Жомарт шығып баратыр. Қандай интерестерің бар, егер көріп жатқан кісілер болса, қандай тауарлар қызық болады сізге, соларды біздер видео ретінде жасаймыз, Қасым-Жомарт? Видео ретінде зауыттарға бара жатыр, базарларға бара жатыр. Қандай тауарлар сізге интересно? Өзі тікелей байланыстырып берем, контакттарын жинап келем дейді. Сіздерге интересно болған адамдардың категориясын жазып кетсеңіздер, арнайы группама бір нәрсеге видеосын салып отырады. Связға шығасыздар, сілтемені қойып кетеміз. Бүгін қандай оқиғалармен бастаймыз? Қандай оқиғалар болды жалпы осы бизнесте жүрген кезде? Бүгін амандасу да оңай болсын. Чисто әңгіме бастап кетсек. Басталды ғой, Сәкен? Басталса онда, мен ойлаған бүгін Қасым-Жомарттың жолы қызық болып тұр ғой. Келген ана стористан бастадың, Қасым-Жомарт. Содан бері танимын оны, мобилографиядан бастады. Каргоға дейінгі өмірі жайлы. Видеографтан қалай бизнесмен дейді? Осы жол, мысалға, осы жерге келдің. Өзің Алматыда оқыдың ғой, студент болып осы жаққа түскем 18-ші жылы. Сол 2018 жылы студент болып түстік. Одан кейін қатырып бір жұмыс істемедік. Сол жалдамалы официант деген секілді, сол сияқты банкте жұмыс істедік, коллектор болып. Коллектор болып, естімеппін, қазір ашылды. Ой, көп жерде істегім, коллектор болып істедік, сөйтіп, о жердегі заңдарды жаттатқызып, бір ай тегін жұмыс істеткізіп қойған. Екінші ай тағы жұмыс істеткізіп, айлықты бермей қойып, сондай қиындықтар болған. Ол кезде енді өзім жұмыс істеп бастап жүрген кезде 19-шы жылдар сол карантин басталмаған әлі. Одан кейін, карантиннен кейін 2020 жылы кеп жүрдік. Сол үйдегілердің ақшасына өмір сүріп, сөйтіп, одан кейін досым бар, Сәкен, видео түсіріп. Сол Сәкенге хабарласам бір күні, сөйтіп, не істеп жатсың деп, жұмыс жасау керек еді, уже жұмыс істемегенде көтерілмей бір жерде қалып кеттім да, уақытым бекер өтті, жасым 19-да деп. Сөйтіп, Сәкенге хабарластым 2020 жылы. Арбатта жолыққанбыз мына жерде. Сөйтіп бір жұмысқа кіргізсем, сол кезде как раз Қуаныш Шонбайдың курсын оқып жүрген бірінші поток болғанбыз біз. Сөйтіп Қуаныш Шонбайдан SMM менеджер дейді, мобилограф, SMM, таргетолог дейді, соның бәрін оқығанбыз. Сосын мына жақта Қолымбек деген ағаның студиясында мобилограф болып жұмысқа келген. Содан кейін кетті, мобилограф болып түсіріп жүрдік. Ол кезде күнді көруге ақша жететін еді. Күндіге бір нәрсе болатын еді да. Видео түсіресің, ақша табасың, ақшаны құртасың. Одан кейін 300-бен таныстым. Уже 2 жыл болып қалды сізбен танысып. Енді бизнеске қалай келдің? Одан бұрында бір нәрселер сатып жүрдің ба? Немесе мыняққа келгеннен кейін бизнеске кіріп бастадың ба? Сол не дейді? Бизнеске ақшаны күнде тауып, күнде құрта беріп, мынау аз таптың жетпеді, значит көбірек табу керек деп секілді. Не заттар сатып бастадың? Бизнеске бірінші бала кезде мен сол телефон сатып, өзім бұл телефон сатып алатын, мектеп оқитын кезде. Сөйтіп телефонды алып, оның экранын ашып, бұзылып қалған жерін жөндеп, үстіне кішігірім 5000 теңге қосып, бала кезде жақсы ақша ғой. 5000 теңге қосып, сөйтіп сатып, сол бизнестен бастағанбыз. Сөйтіп бірінші рет ақша тауып бастағанбыз. Одан алдын көп жұмыс жасамаған енді бала кезде. Маған ұнаған қасиетің, мысалға, өзіңе де айттың ғой, клиентпен сөйлесетін еді, мына жақта отырғанда, ол кезде Каспи магазинда бір нәрсе сатып жүрдің ғой, кейін, кейін Каспи басталды, бір нәрсе сатып жатқан уақытта нелермен сөйлесіп отыратын еді. Отказ болған, немесе енді заказ беріп, көндіре білу қасиеті, жаңа клиентте бар еді, сөйлесіп, көндіре білу. Келісімге келу, переговорды жақсы сөйлеседі. Бизнесте қаншалықты переговор маңызды, мысалға, өзің туа біткен қасиетің ме, или бір жерде дополнительный біреулермен сөйлесу туралы не алдың ба, жаңағындай? Білім ба, нелі, тренингдер өттің ба? Негіз өзімен Шымкенттен болғандықтан, біз жақта Шымкентте жігіттердің көбісі сөзге жақын болады. И сол ағаларым қасында жүрген, сол бизнеспен айналысатын, сол кісілердің қасында жүріп, солардың әңгімесін тыңдау арқылы, ешқандай кітап оқымай, сол переговорды қатты өлмесек те кішігірім фундаментін білеміз.
солай. Керемет. Кейін Қонаевта отырдық қой, сен келдің ғой, магнитофон сатып жүріп бердің сол кезде Каспийда. Енді Каспий басталып жатқан уақытта Ғалымбек сүйреп келді ғой, үшеуіңіз келдіңіздер ғой. Ғалымбек, Олжас, сен ба или Ғалымбек екеуіңіз келдіңіздер? Сәкен ба? Сәкен бар да. Ол кезде мынандай болған. 2021 жылдың январында ғой. Сөйтіп мен 2000 сол кезде Каспий ашып қойған, бір 2 ай ма болған Каспий магазин. Сіздің сабақтарыңызды қарап жүріп. Ашып қойыншы деп ашып қойғам. ИП-ім тіркеп өзім атынан. Сосын магнитофон мынау Яланда бір Доңған досым бар еді. Сол жігіттен магнитофонды алып тексеріп көрейінші дедім. Ол кезде маржа анализ жақсы еді, Каспийде конкуренция жоқ. Сөйтіп сізге келіп сұрадым ғой, мен товарларды қосып қойғам, неге өтпейді деп. Ол кезде енді Каспий енді дамып жатқан кезде. Енді дамып жатқан кезде. Сөйтіп ол кезде өтпей жүрді. Бірақ сол сізден сұрап, ары қарай қалай сату керек екенін үйрендік. Содан сол кезде бастадым ғой жалпы. Каспиймен қоса сол мына мобилографияны алып жүрдің ғой, кейін қойып кеттің. Бір 2 ай ма істеп жүрдім солай Каспиймен мобилографияны. Сөйтіп одан кейін қойдым да. Чисто осы Каспиймен кішігірім товарный бизнеске өттік қой. Мына жерде де негізі білесің ғой, өзің себепші болған. Мына жердегі нені кім Марат? Студия. Мына студияны офис етіп не істедің ғой, бірінші екеуміз отырайық, не істейік деді. Бұл Шымкентке аяқ асты кетіп қалатын болды. Пока мен тұра алмаймын, келгеннен соң тұрамыз деп не істеді. Мына жерде осы Қасым Жомарт тапқан. Жаңа Каспиймен толықтай кірейін деп отырып едің ғой, сол кезде айтып берсең. Ол кезде былай болады, сол бағанағы Ғалымбек аға осы жерде 5-ші этажда не ғой? Студиясы бар. Осы жердегі администратормен таныс, сол кісі айтты, осындай үлкен қанша 40 квадрат метр мына жер? 56 квадрат метрлік помещение бар екен. 100 мың деді. Сөйтіп ол кезде енді ақша тауып, майда-шүйде ақша тауып жүргеннен кейін ойландым да. Нұрекеңе ой тастадым, онда екеуміз бөліп төлейік деп. Сондай ой тастап, мен как раз Шымкентке кетіп қалдым. Келгеннен кейін сіз осы жерге отырып, қанша? Почти 1 жылдай отырдым ғой бірге. Вальбреске кірдің ба сол уақытта, бір нәрселер жасап жүрдің ғой. Солар туралы Каспийді бастадың, кейін Вальбресті де нелерден сатып алып жүрдің ба, магазиндардан ше? Жіберіп. Былай болды. Бірінші бастаған кезде, ол кезде ақша көп болмады, магнитофон сатып жүрдік. Ол кезде оборотқа ары кетсе 200 мың теңге керек еді. 200 мың теңгемен, бірақ маржа ол жерде 30%-тен көп қалатын. Енді Каспий конкуренция жоқ. Сөйтіп, уже жай уақыт өте келе, 2-3 ай өткеннен кейін уже маржа жай 20%, 10% түсіп, соңында маржа қалмай қалды ғой. Барахолкада сол Доңған жігіттердің өздері кіріп кетті, товарды Қытайдан алып келетін. Сөйтіп енді ойландық, басқа жұмыс істей алмайсың, оборот та көп емес. Сөйтіп, біз былай жасадық ол кезде. Ноутбуктерді, Lenovo сол ноутбуктерді продажаға қостым Каспийге. Көп ноутбуктер жоқ еді ол кезде. Ноутбуктерді продажаға қостым да, Мечта, Сулпак деген магазиндерде таныс жігіттер істейтін. Сол жігіттер өздерінде бір темасы болады. Клиент кредит алады. Клиентке 20%-пен кредит шығарып береді да, сол обналичка дейді ғой. Солардан барып, стоимость товардан 20% скидка арқылы товарды алып, ақшаға айландырып береді. Каспийге қойып сататынмын сол товарды. Новый, гарантиясы бар товар. Солай істеп жүрдік. Сөйтіп, солай, ол кезде де майда-шүйде ақша тауып жүрдік. Сөйтіп, бір күні Каспий жұма болды. Каспий жұма кезде бір күнде 45 заказ ба түсіп кетті. Бір күнде емес, даже 2 сағаттың ішінде ноутбукке 10 миллион теңге оборот, 10 миллион теңге заказ түсті. Сөйтіп, ағаларымнан жан-жақтан ақша алдым. Сол жерде как раз айттың ғой, сен кетіп баратқан уақытта бүгін сонша заказ түссе екен дедің. Ертеңнен одан да көп түсіп кеткен бе, бір нәрсе болып кетті, кейін Шымкентке кетіп қалдың ба, содан сол жақтан жіберемін деп. Сол менде бағанағы товар шығарып беретін склады бар балдар Шымкентте болды да. Алматыда көп болмады ондай. Біздің Шымкентте болады ондай темалардың көбісі. Сөйтіп Шымкентке кетіп, ол кезде как раз мен магазин жауып тастаған еді, Каспий жұмаға бір күн қалған кезде. Жұмаға кірмейсіз деп. Сөйтіп, Ералының, сол сіздің көмекшіңіздің магазин арендаға алып, сөйтіп товар сатқаным. Өз Құдайдың өзі алып келіп қойды ғой.
былай мысалға мен өзім магазинім жоқ болды деп қосырып отқанда сол ақшаны таппайтын едім. Одан кейін сол жұмада жақсы болып инвестор болған адамға да пайдасын беріп әжептәуір пайда тапты ол кісі де. Өзім де осы қазір мініп жүрген машинаны алып сол. Иә, сол кезде кеттің да машинаны мініп келдің. Иә. Одан кейін ба сол машинаны машинада алып саттың, иә? Иә, ол кезде қазір айтып беремін. Машина алып сатқанда карантин кезінде алып саттық қой. Ол кезде бір таныс досым бар еді. Сол таныс досым Астанада бір банктен машина шығарамыз деді. Сөйтіп сол бағанағы инвестор ағам, сол ағамнан тағы ақша алдым. Сөйтіп кәдімгі тәуекел еттік та. Тәуекелсіз вообще ақша түспейді ғой, негізі бизнес жүрмейді ғой. Иә. Құдайға тәуекел қылып, ақшаны ешқандай договорсыз сол адамға бердік. Сөйтіп ақшаны беріп, ол кезде 3 миллион 300 мың теңге бергенбіз. Біз машинаны көрмегенбіз. Банктен залогтағы машина шығарып береміз деп бәрін істеп көрген кезімде. Ақшаны бердік. Сөйтіп Астанадан машинаны бір өзім айдап келемін ғой бірінші кезде. Қыстың күні қиын, машина бұзылып. Ол мына бастамастан бұрынғы тарих қой негізі. Мен бұл машинада алып саттым. Иә, сол. Сөйтіп машинаны алып келіп саттым. Бір машинадан 700 мың теңге пайда қалған сол кезде ше. Жақсы пайда қалды да, ол кезде күшті ақша ғой. Одан кейін ар жақта банк машина шығармай қойды, сондай болды. Кейін ол жұмыстарын бәрі тоқтады. Сөйтіп как раз карантин бітті ғой, кейін айналыспай қойдық. 3-4 машина айналдырып сөйтіп жүрдік. Одан кейін Алматыға келдік қой. Алматыда бағандағыдай мобилограф бастадым ары қарай. Жұмысты солай бастағанбыз. Арасында негізі көп әңгімелер айтылмай қалып жатыр. Просто ұзақ болып кетеді ол. Уже былай келе жатыр екенсің, 100 мың теңге машинадан көргенде мобилографияның табысына қайттан төмендедім. Жалпы үлкен сделкаларға основном қарызбен жасадың ба или қалай? Үлкен сделкалар. Мысалға бағанда бірінші машина алып сатқан кезімде полный жауапкершілікті өзім мойныма алдым ғой. Ағамнан ақша алдым. Ол ақшаны мысалы бағандағыдай тәуекел еттім дедім ғой. Тәуекел етпегенде 700 мың теңге пайда қалмайды еді бірінші машинадан. Ол кісі маған сеніп ақшаны берді да, ұят болып қалмасын деп. Ол содан кейін бір рет ол кісіні подать еттім. Одан кейін постоянно солай ақша бере береді. Мынанша ақша береді, мынаны береді. Бірақ оған біз жұмыс істегенде конкретно келістік та, мына пайыз сіздікі, мынанша пайда қалады, мынанша пайыз менікі деген секілді. Сол секілді. Оның арасында көп проблема. Алып келіп сатып жүрген машинаның біреуін сол жаратпай қойған кезім болды, авария болып. Сондай ұзақ историялар болған, сынақтар болған, не бір. Ақша алатын кезде қорқыныш болып тұра ма? Ақша? Үлкен көлемде қарыз алып. Жоқ, вообще қорқыныш болмайды. Өзіме сенімді боламын, мысалға кейбір темалар болады, андай сенімді емес болып тұрады, бірақ пайдасын сенімді 50-50 болып тұрады ғой. Иә. Сол кезде тәуекел қылып ақшаны сала беремін. Алданып қалған кезімізде болды, 2-3 миллионды алдап кеткен адамдарым болды, таныс адамдарым. Бірақ олсыз болмайды екен. Сізге барған кезде мен как раз сол кезде 1,5 миллион теңге қарыз қайырып кетіп едім ғой. Айтып келдің, иә. Біреу алып ақшаны жоқ болып кеткен еді. Содан кейін барып, мысалы, Құдайдың өзі, если олай қарызға кіргізбегенде, қазір әлем мобилограф болып жүретін дедім, деймін. Бәрі жақсылыққа дейсің ғой. Иә, бәрі жақсылыққа. Біз қазір видео түсіріп отыратын едік та. Ең үлкен продажаң қазір, ең үлкен продажаң қандай болған суммасы? Ең үлкен продажа осы Каспий жұмада болды. Жоқ, бір сделка. Бір сатқанда мынаншаға дейін сатқам деп. Каспийсіз мысалға өзің тікелей сөйлесіп сатқаның. Так. Мындай переделка. Так. Алдын мысалға осы жылы жаздың уақытысында 5 миллионға сделка болды. Бірақ одан көп сделка болады. Ол жерде Каспийден бөлек та былай. Иә, соны айтам, иә. 5 миллионға сделка болды. Мысалға 5 миллион теңге тастап кетті маған бір адам. Тауарды салып жібер деп, батыстың адам екен. Яғни сен 5 миллион теңгеге уже сентір алғансың. Иә, мен ана кісі мен бірінші рет көрді айтып сол кезде. Ол кісі былай келді. Объявление бойынша хабарласты, OLX-ке объявление қойып қойғаны. Мен де бір товарлар қалып кеткен ғой, кондиционер сатып жүргенмін. Осы жазда кондиционер жақсы сатылды. Бұл биыл қатыстық болды ғой. Сөйтіп ана клиент батыстық екен.
5 миллион ақша берді, Каспийге аударды, наличка беріп кетті да. Осындай бізге кондиционер салып жіберсең деді, 7 кондиционер. Сол кондиционерді салып жібересің деді. Бір 50%-ін беріп кетейін демеді. Басында ол кісі сенбеді ғой. Біраз сөйлестік, бір 2 сағат па сөйлестік, офиске келдік. Офисте сөйлесіп отырып, біраз ақшаны тастап кетті. Мен де ол ақшаны алсам болатын еді. Камера ештеңе жоқ, мысалы договор. Бірақ ол кісі сонымен алдамайтын сезді ма бірдеңе болды да. Ақшаны беріп кетті. Бір аптадан кейін товарын жеткізіп бердім. Через логистика товарды салып жібердім да. Ал одан бөлек сделка көп болды. Мысалы осы Каспий жұмған кезінде бір адамнан барып 20 миллион теңге алып кеттім. Ол кезде де көп договор ештеңе болмады, просто әңгіме арқылы таныс ағамның досы еді да. Ол да таныстар да. 20 миллион теңге сделка. Значит, 20 миллионға сенсе болады деген сөз болып тұрды ғой қазіргі уақытта. Қасым-Жомарт. Солай болды. Одан бөлек көп сделкалар болып жатыр, просто майда-шүйде де олар. Ауыз ашып айтатын емес. Енді майда-шүйде. Ол сделка істедің, сонша пайда емес, соның ішінде 20 миллионға 500 теңге пайда болуы мүмкін деген сияқты ғой, маржасы әртүрлі да. Жалпы каргоға қалай келдің? Каргоға осы біз мынау қазір жұмыс істеп жатқан компаниямыз 10 жылдан бері осы рынокта бар компания негізі. Сөйтіп былтыр біз карго осы бизнеске кіргімізге постоянно товар алдырып жүреміз Қытайдан. И осы жақта маржа көп екен ойландым да, маржа бар ма? Сөйтіп ойлана келе осы жұмыс ұнады да, ана переговор жүргізесің адамдармен. Товар сатқаннан гөрі осындай бизнес ұнады. Сөйтіп Қытайлармен жолықтық. Бірінші бастаған кезде біз өзіміз через посредник арқылы жұмыс істегенбіз, бір карголар арқылы. Товар алып кеп беріп жүрдік те елдерге. Сөйтіп ол жерде майда-шүйде ақшамызды тауып жүрдік. Бізде ол жерде главный мақсат, менің мақсатым, жеке мақсатым. Осы жерде, осы сферада опыт жинау еді. Опыт жинадым бір 2 ай, 3 ай. Сөйтіп сізге келгенім ондай как раз через посредник істеп жүрдік. Бір осы жылы 4-ші айда ма Қытайлар келді. Үлкен компания, кәдімгі ол кісілер үлкен компания, жақсы жұмыс 10 жылдан бері істегеннен кейін бастығы келді. Осы Қазақстан және Россиядағы жұмыстары 1 жылдан бері азайып қапты объемдары. Сөйтіп сол кісілер келісімге отырайық онда деді. Сіздер біздің компанияның полный дистрибьютор боласыздар деді. Сіздерден басқа ешкім біздің компанияны жамыламайды деп. Қазақстанның ішінде. Иә, Қазақстанның ішінде сертификатын беріп кетті договормен. Қазақстан және Россиядағы. Сөйтіп бастадық жұмысты. Қазір Құдайға шүкір, енді жай клиент алып келіп Қытайлардың үмітін ақтап жатыр. Олар өздері істемейді, сіздерге прямой праволарны беріп қойып рөлді қолдарыңызға, иә. Қазақстанда ешбір жұмыстарыңызға араласпайды. Ар жақтан не беріп отырады, болды, иә. Сондай ма? Иә, сондай. Жұмысқа араласатыны ол жерде ол кісілер оборотта сол кісілердің ақшасы сол компанияның. Өйткені біз өзіміздің ақшаны оборотқа тықпаймыз да, біз сол кісілер компанияның өзінің ақшасы бұрыннан 10 жылдан бері келіп жатқан. Пайдаға серіксіздер, иә? Иә, пайдаға какой-то өзіміздің пайдамыз бар да. Бірақ мына жақтағы складтан товар тарқату, товарға жауап беру, маркетинг, барлығына біз сен жауаптымыз. Иә, қазір неге өтіп кеттік қой, Марат сразу неге өтіп кетті жаңағы каргоға. Бірақ оның алдында қызықты нелер болды ғой, мысалға Ғылымбектің несімен үлкен компанияда істеп жүрдіңдер, иә? Біраз уақыт. Одан алдында сөйлестік қой, келген уақыттың осындай неге кіріп жатырмын, үлкен ірі компанияға кіріп жатырмын, болашағы бар сияқты дедің да, оған кіріп, біраз жұмыс сол туралы да не істесең, айтып өтіп кетсең, химия сататын бір компанияға кірдің ғой. Ол жерде де бастықтың бір кейінгі нелерінде жүрдің бе, иә? Иә, ол 2022-де ғой, 2022 алдыңғы жылда Каспий істеп жүрдім ол кезде, бірақ уже тоже желанием кетіп қалды Каспий істеуге. Товарын сопарақ шықты, андай болды, сөйтіп мына жақтан ұсыныс келіп түсті. Сол Биомелирант деген компания рынокта 4 жылдан бері бар, бірақ компания болып құрылмаған да әлі. Черный рынокке сатып жүрген. Тек қана серый рынок, черный рынокта товарсыз өздерінің несін сатып жүрген сол өсімдіктің биомелиорациясы ғой. Бірақ ол действительно
жақсы көмектесе деген негізі реклама қылып қойды да. Ода былай болды, сол ұсыныспен келді ағам. Ол кезде офис ештеңесі жоқ, сайты жоқ, мынандай каталогтары жоқ, журнал ештеңе жоқ. Неден бастаймыз деп бүкіл жүкті маған келіп. Маркетинг жағын сен ұстадың иә ол кезде? Сөйтіп маркетинг жағын сен істейсің деді, мынандай реклама, пост бар, анау сайттың дизайны бар. Сайттарын жасадым дедің, дизайн каталогын жасадым дедің, дизайндарын жасадым дедің ба кіріп келетін. Сол каталог істейсің деді, сайт істейсің, мойныма көп жүк артып қойды. Сондағысы айлық 150 мың теңге. Менде бірақ ол жерде цель айлықта емес еді. Айттың ғой, Ол кезде басында былай болашақта еді. Қазір компания құрылған кезде жақсы жұмыс істесең, ертең бұйырса әр продажадан процент болады деп келіскенбіз ғой. Бастықпен де солай келіскенбіз. Сөйтіп ол кезде желание жақсы болды деп бастадым. Жұмыс істеп жүрдім, барлығын істедік. Офисті с нуля барлығын алып келіп, бірақ бәрі өзім ақша емес, сол компанияның ақшасына, инвестордың. Сөйтіп жүрдік, Таразда еді завод. Командировкаға барасың, Таразға өзім машинамен барып келем. Сондағы айлық 150 мың теңге. Барлығы расходқа кетеді, тек қана күн көруге жетпейді. Бірақ одан бөлек мен айттым бағана, Каспийімде де істеп жүрдім. Каспийге сол бөлек ар жақта складпен товар сатып жүрдік. Как раз сол біз отқан сол Биомелирант компаниясының офисінің үстінде Каспийдің замлер склады бар еді. Сол Биомелиранттың қасында кішкене склад бар еді, товарларды жаға қойып тұрып, Биомелирантта жұмыс істеп жүріп, арасында обед кезде товар сатып сөйтіп жүрдім. Сөйтіп бір кезде түсіндім, ол жұмыстан шаршадым да. Айтып келдің ғой, депрессияда жүрмін, не істесем болады, не мына жақтан шығып кетсем ба, қандай жұмыс бастасам болады деген нелер болды. Сол уақытта қандай шешім қабылдадың, қандай тәуекел жасадың, мына жақтан. Бұдан кейін де прямо каргоға бармадың, бір нәрсе істедің ғой, Қандай идея айттыңыз сөйтіп келген кезде дөке? Былай болды ғой кезде. Сол істеп жүрмін, маған айттым ғой, алдыңғы жылдың қысында бастадым декабрьдің каргоға примерно алып. Енді сол кезге шейін жүрдім, бір ноябрьде ма келдім осы күні. Сөйттім да, уже шаршадым мен ар жақтан. Офисте отырасың, компьютердің алдында отырасың. Мен біреуге андай қызметші болдым да, енді былайша айтқанда. Сөйтіп сол Биомелирантты ойлап тапқан кісі де негізі жақсы общениеде едік. Дәулет Егенбердиев деген профессор кісі. Тікелей онымен жұмыс істемейсің да, бірақ? Жоқ, ол кісімен тікелей байланыста едім, тікелей жұмыс істей алатын. Просто мен ол сферада маған ыңғайсыз болды да. Маған бір жерде отырған емес, переговор істеп жан-жақта жүрген ұнайды екен да. Соны түсіндім. Жұмыс ұнамады. Жұмыс ұнамады. Сізге келдім ғой. Сол кезде. Содан кейін тағы бір нәрселер істеп жүрдің ба? Бір нәрсе, немесе прямой сол каргоға келіп педің сол? Каргоға келдім ғой, прямой. Программа жасаған туралы, мысалға, не істеді ғой Марат, программаға кірісіп кеттің, дұрыс па? Программистіктер тауып, карго, мысалға басқа карголардан мен ерекшелене алам деді, программа арқалы деп ойлады ғой қасымда. Қалай сонда программа көмектесті ма? Программа ма, әшейін сайт па еді істеген? Сол сайт қой. Бірінші біз сайт қылып, кейін приложение істейміз дедік. Сол Қытай карго туралы полный айтып берейін да. Мысалы қазіргі таңда клиенттер заказ беріп жатыр, товарын алады, әшейін болды. $5, $4,5 төлейді, үйіне алып кетеді. Сол клиенттер біз өзімізде қалай клиент ұстап қаламыз деп ашық кезіміз ғой, енді бірінші каргоға келген кезде. Барлығы клиент ұстап қалам, барлығы пайдан мен алам деген кездер ғой, жанып тұрған. Сөйтіп, сол программа арқылы аламыз деп ойлам, Нұрекеңе келіп ақылдасып, нан істесем қалай деп. Нұрекеңмен ақылдасып, сен былай жаса, анализде тұрақты клиенттерге бонус бер, скидка жасап бер товарына за килограмм деген сияқты, сондай. Одан бөлек клиентский базаны ұстап қал деген көп идеялар болды. Сөйтіп сол жердегі бір-екі идеяларды анализден өткізіп, сол сайт жасаттым бірінші. Ол сайт жасайтын программист шетін адам екен, ішіп кетті да. Сөйтіп сайттың бытшын шығарды, 2 айға созды жұмыс ұстап пауза. Сөйтіп еще ақшасын беріп қойған, ол кісі ақшасын қайтармай шығынға ұшыратып 500 мың беріп қойған. Сөйтіп сайтты жасады, бірақ жұмыс істемейді. Сайттың просто макеті тұрады да. Сайтқа кіреді, бірақ сайт жұмыс істемейді. Шаблонда просто артыңғы бэкенд мен нелері артқы құрылысы жоқ. Просто сүйреттірді. Беті. Обложкасы бар да? Обложкасы бар, кітап сияқты да? Солай, іші пустой да, ештеңе жазылмаған. Сондай қызықтар болған. Одан кейін уже басқа программисттерге шығып, кішігірім сайт істеп қойдық.
түсіндік біз рынокке ондай сайттың керек емес екен. Жалпы бәрібір оны істеп көрмегенше біле алмайсың екен, ондай процесстарды. Опытпен келу керек екен. Бәрібір қателік бола ма екен, қандай? Мысалға біз ол кезде басында келген кезде біздің фокус болмады да, цель. Айттым оған, аш болып келдік, бүкіл клиенттің бәрін өзімізге жинап аламыз, ақшаның бәрін өзімізге аламыз деп ойладық. Ондай емес екен. Сен өзің таңдау керексің. B2B, және сол майдашыда товар заказ беретін клиенттер, қайсысын таңдайсың, соны таңдап аласың бірінші. Одан кейін жай жүйемен жұмыс жасайсың. Бағанағыдай барлық ақшаны санау деген зат, отчет деген зат, сондаймен жұмыс жасайсың. Қытайлармен жақсы байланыста отыру керексің деген зат. Өзің Қытайға барып кеп, Қытайлармен, сенімді Қытайлармен жұмыс істеу, соның барлығын опытпен келді ғой. Біз басымызды бастап кеттік. Ал енді бастады. Марат қосылып отыр, сен сұрақ қойып. Қызық болып отыр маған. Енді қара, бастады, әлі қызық алдында. Дубайға одан кейін 1 айлардан кейін ба, 2 айлардан кейін Дубайға кеттің, дұрыс па? Каспиді істеп жүрсің. Каспи постоянно істеп жүр. Бір нәрселерді әйтеуір алып, ұшақтап апарып жүретін едің. Қоса, қазір де істеп отырсың. Дубайға не мақсатта бардың? Былай болды. Бізде сол каргоны істеп жүрдім. Каргодан кішігірім пайда түседі, объем көп емес қой әлі. Енді Қытайлармен жұмыс істеп бастағанымыз. Сөйтіп, жүре беріңдер, дауыс естілмейді. Жүре берің. Сөйтіп жүрген кезіміз, Дубайға каргомен жүрдім. Пайда аз енді. Шүкір болады енді жай. Сөйтіп бір кезде ой келеді. Осы Каспиде смартфон неге сатпасқа деп аналитика істеп жүрдім ғой. Каспиде неге телефон сатпасқа деп. Бір күні дос балдарым, как раз мен араласатын өзімнің достарымның Каспи магазин, мен Каспи өзімнің магазин, сол маркетплейсімде, кабинет продавцада телефон продажаға қойылмайтын смартфондар, iPhone, Samsung деген. Сізге келдім, сізден сұрадым ғой, сізде категория бар ма деп, товар салына ма деп. Сізде салынатын болды Samsung. Сіздікімен Samsung продажаға салып тексеріп көрдім. Сөйтіп дос баламның магазинде iPhone салынады. Оңымен iPhone салып қойдым. Мынанша пайызын аласың деп келістім пайдадан. Сөйтіп ойландым, есебім шығарып, былай пайда қанша қалады екен деп. Сөйтіп біздің ойымызша пайда мықты қалу керек еді. Жұма кезде Каспи жұма кезде баға сатушылар бағасын мысалы 500 сомдық товар 530-540-қа шейін көтереді ғой. Иә. Өйткені товардың количествосы аз жетпей қалады. Сөйтіп не керек, ойлана келе, как раз сол кезде инвесторлар бар еді, бір-екі ақша 36 миллион дедің ма, бір үлкен сумма жайында сөйледің. Иә, ақша беретін инвесторлар болды, как раз дайын тұрған. Ойлана келе, Дубайға барайық дедім. Дубайға барайын дедім. Дубайда как раз бір таныстарым бар еді, таныс жігіттер, телефон, сояқта складын, адресін, номерін білетін. Иә. Ақшаны алдым. Бірінші мен $10,000 бардым. $10,000 қасымдағы адам $10,000 бердім, $20,000 бардым. Өйткені Гренцияда $10,000 ғана өткізеді бір адам басында. Иә. Сөйтіп Дубайға бардық, рисковать етіп. Айтсам біз көп ойландық, бір ай ойланып жүрдім мен. Дубайға барсам бекен, бармасам бекен, ояқта Китай. Жалпы ол қыдыру емес, барғандағы мақсатым мен телефон алып келіп бизнес жасау. Иә, ол қыдыру емес. Телефон алып келіп мен көзін ашып алып, ары қарай осыны айналдырсам осы бизнесті деп ойладым. Дубайға бардық, бағасы ар жақтың бағасына барып таң қалдық қой. Біздің Каспидің бірдей деп айтшы деп, пайда жоқ та. Біткеніміз осы екен ғой деп. Негізі біз барған кезде айтпақшы мынандай болды. Біз Дубайдан Қазақстанға ұшып бардық, Дубайға түстік. Сөйтсек біз 5 күнге барғанбыз ғой. 4 күн бойы құрбан айт екен да, праздник екен. Бүкіл жер жабық. Не істейміз дедік. 4 күн бойы қыдырдық, сөйтіп амалдық. Қыдырып, соңғы күні товар алатын күні товар алдық. Сондағысы бір 25 iPhone алдық. Енді бірінші барған кезде тексеріп көрейік дедім. 25 iPhone алдық. Қалай өткіздіңдер? Қазір айтып берем. Өз барған кезде бізде бағанағы таныс жігіттерден алған телефонның склады бар ғой бағана. Ол жерге барсақ бізбен бірдей екен бағасы. iPhone-ның мынандай ғой, Қасым-Жомарт. Мысалға бірінші рет алып жатсыздар ма iPhone-ды немесе қандай параметрларын тексеру керек? Может быть, оригинал емес те болып шығуы мүмкін ғой, иә? Мен өзім техника сатумен бұрыннан айналысқаннан кейін білесің, білемін да. Оның көп жолы бар, мысалы, сол жерде өзінің коды болады. Серийный номер. Серийный номерді
Apple'дың базасынан тексергенде неактивированный болып тұру керек. Сол секілді қорабынан бірден тексеруге бола ма сонда? Иә, бүйтіп артында қарасаң серийный номер жазылып тұрады, код, сонымен тексересің. Жақсы, керемет. Сөйтіп ол жақтан біз бірінші барған складта қымбат екен, осы жақпен бірдей. Сөйтіп Дубайды арыладық. Азан сағат 9-дан, Дубай емес, Дейра деген базар бар сол жақта. Дейраны аралап товар таппай, сөйтіп бір кезде ақырында бір танысым бар еді, сол танысқа связьға шығып таптық қой бір кісіні. Сөйтіп оригинал официальный магазин несі екен, дистрибьютор екен Apple-дың. Сол кісілерден товарды алып, пайдасы нормально болады. Сөйтіп Қазақстанға қайттық. Сөйтіп кешкі сағат 7-лер шамасы, 9-да уже біз аэропортта посадка басталу керек. Ол Дубайдың ары бері жүрудің өзі 2 сағат алады. Қала үлкен. Біз еще Шаржада тұрғанбыз. Сөйтіп бір кезде каргоға салып үлгермей қалдық товарларды. Каргоға салып. Қолыңда. Иә, қолымда 25 iPhone. Сөйтіп аэропортқа барам, қасымдағы ағам ғой. Тосқан ағам, соған айтам. Қаласың ба дейді. Маған мен оған қаласың ба деймін. Ертеңіне қалып, телефондарды каргоға салып, самолеттен бері шығып келе салдым. Ол кезде шығын болып кетейін деп тұрды, артық 300-400 мың шығын болып кетейін деп тұр. Не істейміз деді. Сөйтіп ана жердегі аэропорттағы адамдарға 2 телефоннан беріп жіберейін десек, бәрінің қолында телефон бар. Бірден ұстайды ғой сканерден өткізсе. Иә. Ол Дубайдың аэропортына кіретін кезде балдар тұрады, қазақ жігіттері осы телефонмен, товармен айтады. Солардың бәрі ұстатып жіберді да, біз білмейміз ғой оны. Бірінші рет барғанбыз енді. Сөйтіп жолын білмейміз. Бас салып кіре бергенбіз ғой. Клиенттер күтіп отыратын жерде, ұшып кететін жерде. Сөйтіп кірдік, сөйтіп амал жоқ енді. Біреуміз қалу керек, сөйтіп ағам мен қала салайын онда деді. Тысқан ағам ғой. Сөйтіп онда қалмаймыз, бірдеңе рисковать етеміз деймін. Қалтамыз, сумкамызда 25 сумка iPhone бар. Ол Дубайдың аэропортында тексермейді, ол мемлекеттің. Біздің мемлекеттің аэропортында тексереді. Мына жақта уже алып қояды ұстаса, иә? Бер жақ келгеніңізде Алматыдан түсесің, түскеннен кейін неге аэропорттың ішінде тексереді да оны. Самолеттен түсеміз. Уже қорқыныш бар, не істейміз деп. Сөйтіп не керек? Как раз 5 самолет бірдей қонды сол кезде. Москвадан қонды, Турциядан 2 самолет қонды. Және Дубайдан келді. Общий 5 самолет болды. Сөйтіп как раз адамдар пробка болып отырған аэропорттың ішінде. Сол жерде Москвадан бір жігіттер келген екен. Солар 10 бала ғой, достары. Бәрін 2 телефондан тарқап шықтым. Айтып ешкім алмаймыз дейді ана жерде ше. Үлкен кісілер қорқады ғой енді ішіне заңсыз нәрсе салып жүре ма деп. Сөйтіп олардың әрқайсысын 2 телефоннан бердім, өткізіп беріңдерші. Рахметімді айтамын. Ол заңды ғой, дұрыс па? Сен алып келдің де, просто заңның бір тесігі ма қалай, мысалы, официальный өткізіп жатыр ана жерден, шекарадан, дұрыс па? Иә, ол телефон менікі емес, сол жігіттер арқылы өтті ғой. Соныкі болып есептелінеді. Заңды болып өтті. Сөйтіп өттік. Алып өттік. Қуандым, бәріне телефон жинап алдым. Ана жігіттердің бәрін алып барып, дигермен бар сол аэропорт жақта. Дигерменге апарып тамақтандырып. Мысалы қазір біз каргода Москвадағы маркетингті сол жерде танысқан жігіттер солар жүргізіп жатыр. Ол жігіттермен жақсы общениеде болдым. Жақсы жігіттер екен, жұмыс жасап жүрген. Сөйтіп Москвада екен есіме түсті де осы 2 ай алдын. Сол жігітке хабарластым. Москвада осындай рекламаны, складты жүргізші дедім де. Қолымнан келе ме дедім. Я деді, ол жігіт как раз осындай Иә, жоқ, продюсерный агент бар ғой, сондай ашыпты да. Как раз біздің керек еді ғой деді. Болды деді, жұмысты бастадық. Ол жігіт қазір бізге клиенттер алып келіп жатыр. Жақсы жұмыс болады. Зор, осы жерде бір нәрсе ойға келді. Контакттың бизнесте қаншалықты маңызды екені. Мысалы, қайда миыңа келді, чтобы бірден сен чайны бердің, болмаса уже расчеттасып, рахметін айтып отырсың. Қаяқтың контактын алып қалдың ғой? Не үшін керек болды? Ойға бірден қаяқтан келді? Мысалы. Ол жігіттер айтты ғой енді. Мен айттым, танысайық, болды, ары қарай бір-бірімізге көмектесіп қалар. Бірінші әңгіме басталды. Ол жігіттер Wildberries-пен тоже айналысқан екен, Москва арқылы товар сатқан екен. Мен де өзімдікін айтып, мен ФБС арқылы товар сатқам деп, оны айтып, Wildberries товар саттық қалдыңдар. Сөйтіп, соны айтып, соңында бір-біріміздің инстаграмымызды подписаться етіп алдық, номер телефонымызды жазып. Ол жігіттер кетті өзінің ауылдарына, қалаларына. Ол Алматының жігіттері емес, ол Шымкент жақтікі, біреу Астананікі болды. Сөйтіп танысып алғанбыз. Одан кейін сол жұмыс басталды. Осыдан 2 ай алдын. Ойланып отырып, сол жігіттер есіме түсті де. Бірақ одан алып хабарласып, күндегі сөйлесіп тұрмайтынбыз. Просто тек жұмыс
не жұмыс істейтінімізді білдік те алдын бір-біріміздің. Ол жігіттерді мен білдім де, осында жұмыс жасай алатын, жұмыс істеп жүрген балдар екен. Солай жұмыс бастадық қазір. Зор. Тағы бір нәрсе есіме түсті. Қазір Сәкенді тексеріп көреміз. Сәкеннің бір әңгімесін қара. Сәкен айтты, кешенің алдын күні Қасым-Жомарт үйде ұйықтап қалды деді. Мысалға, үйде ұйықтап қалды. Одан кейін өтіп кетті, бір күн өтіп кетті деді. Бір сумка қалған екен деді. Сумканы бүйтіп қарасам, ішінде ақша дейді, 19 миллиондай ақша тұрыпты дейді. Қасым-Жомарт вообще звондамады дейді. Сонда мен не істеген қаншалықты мысалға сондай не мысалға сумкада ұстап тастап кету қазір соншалық сумманы. Ол кезде есіңнен шығып кетті ме или әдейі ма қандай? Жоқ, былай болды. Мен сол Каспий жұманы еще доставкамен алғызды деді ме, оны біреу арқалы автобуспен алғызған деді ме, ол да барып көргеннен кейін ашып қараса былай деді. Ондай болды ғой. Сол жұманың кезінде как раз мен Дубайға жіберетін ақшам бар еді. Артық ақша тұрды сол обороттан. Сөйтіп сол сумкада тұрған. Суммасы есімде емес, бір 10 миллиондай ма еді, сондай примерно. Сөйтіп Сәкен үйіне келіп шаршап келіп ұйықтағам, 2 күн ұйықтамағам сол кезде. Ары бері жүріп. Сәкен үйіне келіп ұйықтадым, азында тұрып кетіп қалғам ғой, сумканы тастап. Ақша бар сумка. Еще анау сумканың түрі жаман, спортивный сумка, футболға апаратын. Соның ішінде тастап кеткем, ешкім догадываться етпейді, оның ішінде ашылды. Сөйтіп Сәкенге звондаймын, азында жұмысқа барған кезімде. Бұл ұйықтап жатыр, жоқ, бұл кетіп қалдым деді. Сөйтіп Сәкен үйінде бір бала тұратын. Қатты араласпаймыз, сол Сәкенмен бірге. Квартирадан бірге жалдап тұратын жігіттер. Онда сол жігіт как раз маған келу керек еді. Сол жігітке беріп жүрші дедім. Алып келді. Ішінде 2 iPhone бар еді, 14 Pro Max и сол ақша бар. 10 миллионға қоса. Сөйтіп келді, алып келді. Ішін ашып қарадым да, ішінде не бар екен білесің бе дедім. Жоқ деді, ашып көрмедім десем, жоқ деді, дедім. Ашып көрсеттім. Мін дедім. Деп күліп жатыр да. Мен ол әдеге істемен байқамай қалдым да, бірақ бір жағынан ондай қасиеттер дұрыс па деп қоямын. Кейбір адамдар 500 мың теңге қарызға кіріп кетсе, 500 мың теңге мысалға машинамен соғысып қалса қатты уайымға салынып кетеді ғой. Ол слишком уайымға салыну керек жоқ екен. Кейін жаңа бір нәрсе істеп отырған уақытты Каспийда ма істеп отырып біреулер алдап кетті деген неде жаңағы Шымкентте ма ақшасын бере алмай казиноға салып жіберді ме ақшаның несіне? Осыдан ол бір жарым жыл алдым маған. Сұрағым мынандай ғой, қаншалықты көп ақша жоғалтып көрдің тәуекел етіп? Мен де осыны бағана қойдым. Ең қателескен үлкен сумма. Қателік қандай суммаға минусқа кірдің өз қателігіңнің арқасында? Сондай бір сұрақ қойғым келіп отқан. Негізі қателігіммен бір 3-4 миллионға кірген шығармын. Общий бір 4-5 миллион болған ғой, бүкіл лақтырып кеткен адамдардың қарызы болғанда. Оның арасында алдын есіңізде ма? Дайсонға да документ істеді. Қалып кетті ғой. Сондай жағдайлар болды. Майда шүйда нелер. Енді оларды уайымдасаң не келмейді ғой бәрібір, қайта өзіңе дамыта алмай қаласың, депрессия, неден қалай шығасың жалпы өзің сондай болған кездері қандай етіп шығасың? Бұрындары сол депрессия болған кезде уайымдап болмайтын нәрсе істеп жүрді, кейін уже дұға тілеп, сол бәрі Алланың қолында деп, солай шығамыз. Ол депрессия деген вообще керек жоқ, бірақ болу керек нәрсе екен да, ондай қателіктер. Любой адамда болу керек. Енді кәсіп жасап отырған адамда күнде болуы да мүмкін ба? Алданып қалу сондай. Жоқ, алданып қалу емес. Күнде бір проблема бәрі кәсіпте болады ғой, өзің бизнес жасап отырсың, болмай или жайдан жай жүре бермейсің ғой, біреу жұмысқа келмей қалады или бір нәрсе болады, біреунікі кем шығады, біреунікі аз, клиенттер тарапынан проблема. Бәрі идеальный. Жоқ, ол обязательно болмайды ғой. Мысалға, сен ойлайсың, мынандай қылам деп. Көп адам қорқатыны сол ғой, бизнес бастаған уақыт, күнде жаңағы не істеймін деп, жаңағындай проблема бола ма деп. Ол ойдағыдай бола бермейді постоянно. Мысалға, айтады ғой, үлкен бизнесте проблемасы кішкентай бизнестен қарағанда шешу оңай деп ше, сен шешпейсің ғой, өйткені ол жерде үлкен бизнесің болса, қол астындағы жұмыс жасайтын кісілер шешеді. Ал мына кішігірім бизнесте майда шүйде проблемалармен
депрессияға, сол майда іште проблема бар, депрессияға тығып жібереді екен да. Өз бизнестің майда кейбір көп бизнестердің өспей қалу себебі де сол шығар онда. Ол обязательно болады, күндіге болмаса да болып тұрады да ондай. Олсыз көтеріле алмайсың. Бизнесті өзіңе қатты байлап тастау қажет емес. Иә. Семья мен бизнесті қандай ұстайсың? Мысалға үйіңе барып тұрасың ба? Білем өзімде, мысалға үйден де шағым болады, кеш келесің. Қандай балансың бар? Мысалға өзің семьямен дем алатын уақытың, или сол постоянно кәсіпкер айтады ғой, ана қолы тынса да басы тынбайды, басы тынса да жаңағы аяғы тынса да қол тынбайды, қол тынса да ми тынбайды. Қаншалықты не мысалға балансты ұстайсың семьямен? Ол жерде мен биыл мысалға осы жыл үйге өзімнің әке-шешеме бір 2-ақ күнге бардым, 3 күнге барған шығармын осы жылы. Одан бөлек мүлдем бармадым. Бірақ солай семьядан алыс жүріп белгілі бір нәтижеге жетіп алғым келді да. Үйде болсаң кішкене бала сияқты болып кетесің, әке-шешенің қасында демалып жүре бересің. Бірақ арасында негізі солай әке-шешенің қасына барып, отбасының қасына барып демалып келген дұрыс деп ойлаймын өзім. Стресс. Жалпы балансты ұстаған жақсы ғой, бірақ. Иә, біз енді бойдақпыз ғой. Бойдақ. Әлі білмейміз онша. Неше жастасың? 23-те. 23-те. Сәкенмен тең екенсің ғой. Иә. Дос ғой екен. Бір-біріне сумка жатса көшір. Енді қазір жасап жатырсың, құдай қаласа бизнесті зор, бәрі керемет. Пока зор, бәрі ойлыдағыдай істеп жатырмыз да. Енді пландар қандай? Болашақтағы пландар, қандай үлкен жоспарлар бар? Үлкен жоспарлар, құдай қаласа енді мынау қазір жасап жатқан осы Қытайлар мен каргодан кішігірім қаражат жинап бұйырса, мынау SDK сияқты, DHL сияқты международный әлем бойынша логистика ашқым келді. Осы логистиканы до конца барғым келді. Неге логистика? Логистикада бірінші очередь маржинальность көп та товарда. Деп ойлайсың, е? Сондай ол 100%. Сосын практика бір нәрсе. Бұл логистикада маған былай сияқты, бет көп ассортимент алмайды да, өзінің логистикасын жақсылап біліп алады, тек сол логистикасын сатады. Тасымал. Өзінің тасымалын ғана сату. Бір зат сатады, өзінің адресін. Бұл жерде логистикада мысалға адам, мысалы логистикамен айналысатын болсаң, мысалы DHL-де, ол DHL компаниясы бір ғана адаммен барып келісімге отырмайды ғой. Ол Қазақстанның келісім шартқа отырады, товарының налог өздерінің процентін Қазақстан өзі сұрайды, бізге мынанша налог төлейсің деп. Ол DHL қызықтыруы мүмкін, қызықтырмауы мүмкін деген зат сондай договор істейді да. Әлемнің кемінде қанша есіме шығып кетті. 100-ден аса мемлекетінде точно бар олар. 100-ден аса. DHL бірінші орындағы компания ғой қазір. Олардан кейін американский тағы бір компания бар. Қандай компания? Тағы біреу бар, киносы да бар. Ана самолет авария болып, ана пляжда қалып кетеді ғой, анау бір нәрсе компания бар. Жоқ, ұмытып қалдым. Қоя саласың. Несі, сен түсіре бер. Оператор деп қой. Жалпы болашағы бар ғой, логистиканың. Иә, қазір әлем бойынша конкуренция көп қой, бірақ логистика жағында мен өзімше осы конкуренция аз секілді да. И қолдан келеді да. Бұл жерде логистикада компания құрып көп ақша керек та. Неге компания құру үшін? Ол мысалға тек бірінші Қазақстанның ішінде логистиканы қамтамасыз етесің. Біздің Қазақстанда дендерс логистика компания жоқ та. Мысалға логистика жарайды құру үшін бастапқы қандай ресурс бірінші орында талап қылынады пошталардан? Отделением болуы керек пе, или оны сұрамай ма? Не қандай бірінші шарттар болады поштаның? Бірінші сол отделениялар ғой. Үлкен бірінші очередь мегаполистерде отделениялар болу керек. И одан кейін мысалға бізде қазір жүйе жоқ та. Менің ойым, енді жеке ойым, Қытайлармен енді жұмыс істеп жатырмық қой қазір. Бұйырса сол жақтағы, о жақта 1,5 миллиард адам қызмет қылатын логистикалық компаниялар бар ше. Бар. Сол компаниялардың жүйесін осы жаққа алып келу керек та. Мен өзім жеке пікірім солай. Сол жүйені осы жақпен істесең, шатаспай істеуге болады. Ол жерде адам бір қалада көп шоғырланған, соның өзінде товарын шатаспай жеткізеді. Ал бізде почтада толғанды айтып қойын. Сол почтада
бір товарды мысалы Алматы облысына салып жібердім бір ретте, вообще басқа жаққа апарып тастаған да, солтүстікке апарып тастаған, сол шатасулар болды. Сонда 20 миллион халықтың 10 миллионы қолданған өзінде сол халыққа қызмет дұрыс бере алмай жатыр. Сол мәселелерді шешкім келеді. Көп ол мәселе қазір монополист компаниялар бар ғой ол жерде, монополист компаниялар. Ол мәселе шешілу үшін жаңағындай компаниялар көбею керек. Каспий KZ'ге кіру үшін қандай компания болуы керек? Логистикалық компания болып тіркелуің үшін қандай шарттар бар? Оған отделение керек емес шығар вообще. Каспийдің товарын жеткізіп берумен айналысатын ба? Ол үшін СВХ склад болу керек, мысалға. Сортировочный ма қандай ол СВХ деген? Или фульфилмент па қандай? Менің складым болуым керек па, қоймам? СВХ деген не ол? Склад временное хранение дейді ғой. Ол фульфилмент да, значит, типа өздері мысалы кәсіпкерлердің товарын кәсіпкерлер постоянно товар келсе алып кетіп или возврат жатады. Временное хранение да, сияқты отправкада бәрі сол жерден болады. Ол склад солай аталады, СВХ деп. Сондай склад мегаполистерде болу керек. Мегаполистен кейінгі тұратын қалалар қандай еді? Сол қалаларда болу керек. Мысалы, олардың шарттары сондай. Мысалы, айтайық, Замлер бар, Замлер склады. Қазіргі таңда Ұзынағаш деген секілді, или Қаскелең деген сияқты жерлерде жоқ. Осындай үлкен, мысалы, Алматы, тағы да Талдықорғанда бар, мысалы. Енді қара, Замлер онда Ұзынағаштағы неге кімнің қолы арқылы жеткізіп беріп жатыр? Клиентке ма? Иә. Так, о жерде уже пункт выдачи бар да. Мысалға, біздің сіз көрмедім ме Замлердің пункт выдачасы? Жоқ, облыстан алып келе ма? Жоқ, өздерінің склады бар уақытта да. Ол да СВХ склад да, бірақ о жерде олар товар қабылдамайды да. Сіз о жақ арқылы товар сата алмайсыз мысалға. Ол реклама етілмейді да, өзінің складым бар, просто тастап қойыңа, картадан шықпайтын склад, тарататын жан жаққа. Иә, сонда. Таксиларға, ол просто ендіравиларға салып, или жалдамалар такси бар, салып жібереді, 100 посылканы сен осы районға таратып шығасың деп. Сондай жұмыс істейтін болып тұрған. Иә, олар өздерінің курьерлері бар ғой. Мысалға, сіз Каспий арқылы товар заказ берсеңіз, үйіңіздің алдына әкеліп береді ғой. Түсіндім, соны енді қандай амалын тауып шешіп жатыр ғой оларды. Аняқа дейін отделение құрған маған не да, мысалға, аняқа не выгодно да, бір жерде отделение құрып қойсам, қалғанын таксисттер арқылы, индравер арқылы таратып жіберсем болады екен. Неге соны істемесін дегенім ғой. Болады екен ғой. Қандай шарт звондап көрдің бе Каспийға, мысалға мен логистика болып тіркелейін деп едім. Жоқ, оны звондап көрмедім. Мен ол ойладым, сіз айтып жатқан сөзін бұл по-черному да, андай белый жолмен емес. Мен соны белый жолмен істегім келген, мысалға. Жоқ, ешқайсы черный жолмен істеп жатқан жоқ шығар. О жердегі мен ойлауым бойынша Каспийда 40-қа жоқ логистический компания бар. Олардың қызметін айтасыз ба? Иә. Олардың қызметін зерттемеппін мен өзім. Яндекс бар, мысалға. Яндекс город по городу доставкаларды алып қойыпты, дұрыс па? Каспийдікі. Кейін көптеген қазақ бір нәрсе, Алапост деген, олардың бәрі Алапосттар, сол Замлермен не істелген, басында Замлер тұрыпты, сол оларда бір нәрсе жүйесі Замлерге апарып беру, Замлер тарату ма бір нәрсе арқалы істейді. Сен просто қызығып сұрап көрмедің ба деген ғой. Қалай кірсем болады сендерге? Мәлім бір мысалы үшін 1000 посылка берсе де саған по городу жүйені түсініп алуға не де, қандай шарттары бар екен, бизнес отделениясына барып сұрап көрмедің ба деген ғой. Ол жақсы идея, мен ойланбаппын оны. Марат, сұрап көру керек па? Сұрағың болса қой ба? Жалпы отырып алайсың, бір проект бастап кетуге болады. Жалпы жақсы идея болды. Идея на миллион ба? Иә. Қара, мынандай дос, бизнес болғаннан кейін проекттен проектке ауысып жүре бересің. Мысалы, бір проектті де істеп, тағы бір проектті бастап. Су бар ма, Айдемір? Бір су ма, бір нәрсе? Ау, есіме алып. Қазір жіберемін, Каспий болып қана. Не деп идея бар еді ол. Жоқ, жалпыда бизнес болғаннан кейін проекттен проектіге жүре береді, шарша береді. Мына проектіде атпай қалса, басқа проектімен, мысалы, сондай моменттер болады да, шөзінде де болды ғой. Иә. Жаңағы iPhone бар, былай қарасаң, Каспий, карго бар, еще iPhone-ды қосып жатсың Дубайға барып келіп. Вот сондай моменттерде ол қиынға соқпай ма жалпы? Жоқ, ол адамның өзіне байланысты. Маған сондай ұнайды екен да. Мысалға, секіре берген емес. Разнообразие ма? Иә, бір жерде отырған ұнамайды да. Енді ол нақты бір жерден күшті пайда түсіп, сол жерде нақты қалатын болып жүйелеп қойсаң, өзің араласпай
бизнесің ары қарай жүріп автоматизация болып тұра береді. Ал біз енді мен мысалға осы қатемді түсіндім да, мен қатем көп екен негізі. Өзің қатең мойындай беру керек дейді. Мен қатем бір тірлікті до конца апара аламын, бірақ соны жүйеге қойып, сол жұмысты до конца қалдырамайды екенмін. Енді бір сұрақта сол жерде сөзің аузыңда, Қасым-Жомарт, сол қателіктер жетістіктің нәтижесі болмай ма екен? Сол қателіктерді қателік істеп бәрібір екінші рет істемеуге нетесің ғой. Қателік болмаса да даму мүмкін. Нұрекең айтқысы отыр, жетістіктің кілті қателік емес пе дейді. Иә, сондай екен ғой. Мысалы мен сол айттым ғой бағана, Каспиді істеп жүрмін қанша уақыттан бері. Соны жүйелеп қойғанда, қазір мысалы бүгін 100 товар сатылсын, соны жүйелеп ақша қойып қойғанда айналып тұрады. Ол пассив қой. Иә. Қазіргі таңда өзің араласпайсың, өз жұмыс істеп тұра береді. Қазіргі таңда мысалы мен Каспи ондай емес, жай кішігірім да, жай болып тұрады. Ол соны жүйелеп, бизнесті жүйеге қоймайынша, сен өзің сол неде жүресің ғой, бизнестің ішінде дамымайды екенсің, басқа жаққа дамымайды екенсің. Өзім түсінгенім солай. Жалпы автоматизация қалай қоюға болады? Каспиді бір мысал айтып берсең. Автоматизация енді Каспиді ол оңай, да? Оңай болғанда оны былай болады да. Бірінші кіріп сол опыт жинайсыз. Қазір автоматизация қоюға болады, мысалы, өтетін ол жерде элементарный нәрселер, өтетін товарларды Қытайдан алдыру, жақсылап. Бірінші анализ істейсің, одан кейін өтетін товарларды Қытайдан алдыру. Сол склад, кішігірім өзінің складын болу керек. Сол склад арқылы қаланың ішінде тастап, складқа бір менеджер қоясың, объемың көп болса 2 адам жұмысқа аласың деген секілді. Замлерге товар жіберіп, солай сатуға болады. Одан бөлек көп қой жерде. Бір сөзбен айтқанда менеджер арқылы автоматизация қойып. Иә, 1-2 адам арқылы қиындатты. болады. Иә. Сөйтіп өзің мына жақта басқа проектілермен айналыса беруге болады. Мысалға сенің каргоң бар ғой, Қасым-Жомарт. Сол жерге фулфилмент жоқ, фулфилмент қойып солай істесең, істеп жатсыздар ма? Или мысалы үшін мен Каспимен айналысып жатырмын ғой. Шымкентте тұрамын. Основной посылкалар Алматыдан шығып кетеді ғой, Қазақстан арқылы. Еще Алматыдан тез барады Каспийдің посылкалары. Енді сен арқылы алдырдым, Пиндодо или жаңағы 1688 алдырдым да, мен не үшін оны Шымкентке алуым керек, егер Каспийда сататын болсам? Сенің складыңа қойып, арендасын төлесем, ячейка алып қойсам, мысалға, қаншаға 40-қа 40, 30-қа 30. Я сен доставка замлерге жеткізіп беру қызметін қосып қойсам? Мен просто мынаны істесем, заказ келіп түсіп жатыр, мен неден бот арқылы программаңнан өттім да, Қасым-Жомарт маған мына заказ келіп түсті деп накладнойды жіберсем, жабыстырдың, апарып бердің, просто мен 500 немесе 1000 теңге, 880 теңге төледім. Қайсысы выгодно болуы мүмкін? Мен не істеймін оны Шымкентке алып сатуым? Осы тема Wildberries жоқ емес па? Жоқ, Wildberries-тің өзінікі, ол не еді ол? Фубо дедің ба, не дедің? ФБС. Ол басқа модель вообще. Қайсын айтасыз? Фулфилмент қызметі. Иә, Wildberries-тің өзінікі ол. Каспида ондай фулфилмент жоқ қой, алып кет дейді. Алып кет дейді, Каспи айтады. 3 күн замлерде тұрса, алып кетпесең, ол неге кетіп қалады, иә? Бір нәрсеге қайтып берілмейтін неге. Иә. Новый проект. Қазір 1 айға созған ғой. Не затты? Бермейді, утилға кетіп қалады, қайтып ала алмайсың. Утилизация, иә. Ол проект ойланғам алдын, иә. Бірақ мен налар жүйеге қойып алайын дедім да, оған басымды не ауыртсам, налар қалып кетеді да. Мысалы мен қазіргі нем сол басты мақсат клиенттерді көбейту ғой, үлкен объемда. Оның ішінде кәсіпкерлер ол товар сататын кісілер болғаннан кейін, мен зачем оны Қарағандыға, Шымкентке алып бір жерден отырып сатып жіберсем, мен расходым да аз, клиентке баруы да тез болмай ма деп отырмын да. Егер гарантия берсе, Қасым-Жомарт, менде 56 камера бар, сен күнделікті посылкаларыңды көріп тұрасың, программам арқылы 56 ячейка Б деген неде сенің нең тұрды, соны таңдап басса болды, автоматически Қасым-Жомарттың нелеріне, қызметкерлеріне келеді, мынадан заказ келіп түсіпті, накладнойды шығарды, тарс ет жабыстырды, замлерге апарып тастайтын. Мен 880 теңгемен жіберсем, мысалға. Иә, жақсы, бұл теманы істеп жатқан кісілер бар екен қазір, мен әнегім білдім оны. Менде бір таныс жігіт бар тоже, сол Рахат базарында, астында сонда фулфилмент қызметі ғой. Олар ауызбен ба, қандай жүйесі бар ма? Олардың жүйесі жоқ, ауызбен, WhatsAppпен. Ол балдарда жүйе жоқ, солай істеп жатыр екен да қазіргі таңда.
тура сіздің айтқандарыңыз бар ғой, өзінің какой-то ақшасы бар екен, проценті. Сен брат бізге товарларыңды әкеп қой дейді, біз арқылы товарын сатып отырасың дейді да. Саған замлерге товарды алып барып, қаланың ішінде товар жеткізіп жүрмейсің дейді. Біз қаланың ішінде 1000 теңгеден жеткіземіз дейді товарды. Өзіміздің курьер бар дейді да. 1000 теңгеден есіктің алдына шейін жеткізіп береміз дейді. Зор. Зор, вообще зор. Сөйтіп, жақсы екен дедім да, бірақ мен қазір олай кәсіппен айналысып отқан жоқпын дедім да. Сөйтіп, замлерге жіберіп беру, 500 теңге деді ма, сондай деді, замлерге шейін жеткізіп беру, өзіміз товарыңызды жіберіп береміз деді да. Обычный міне, обычный қара да Қасым-Жомарт, егер сен өзің істейтін болсаң, бір работшы жалдауың керек, оған айлық төлеуің керек. Егер өзің істейтін болсаңшы, өзім істеймін, ақша бермеймін десең, уақыт плюс энергияң кетеді да, басқа жұмыс вообще. Одан көре мен 880 теңге, мен қайта объемым көбейген сайын, может оларда арзанда да 881 посылка болса, 560-қа түсірем ая? Өздерінің прайстары бар екен. Зор вообще. Объемға байланысты. Неге қоспайсың соны? Пока мен мысалға бағанағыдай ғой, мына мәселелерін ертең мысалы Қытайға кетіп бара жатырмын, солардың бәрін бітіріп алайын. Содан кейін оларға жай қосамыз бұйырса. Ол үшін обязательно бірақ IT программа болу керек, наверное, болмаса быт-чыт болады. Минимум Телеграмда бот болу. Минимум Телеграмдағы запускать етуге болады. Бірінші бот қой, анандай біз армандап кетеміз, жаңағы программа жасау керек, как будто программа шешпейді, дұрыс па бизнесте? Мысалға Каспийнікіне ұқсаған одан да зор етіп программа жаса, немесе Яндекскіне одан да зор етіп вообще сен клиент қызықпайды, ол вообще қызықтыра алмайсың. Ол программа шешпейді бәрібір. Программа не өзі ол? Просто жұмысты жеңілдетіп беретін нәрсе да клиенттерге. Болды, басқа нәрсені шешпейді ол. Жұмысты процесін жеңілдетіп не істеп береді. Деп ойлаймын, енді өздеріңіздің пікірлеріңіз болса айтып кетіңіздер қосып. Тағы қандай жағына программа көмектесе алады, application. Енді мысалы Каспийдің өзі барынша қолжетімді болғаннан кейін ол қазір хитрый. Жоқ, бизнеске қандай көмегі бір жүрмей, мысалға ойлайды да, жүрмей жатқан бизнес бар да, Қасым-Жомарт мысалға. Карго жүрмей жатыр, бір нәрсе жүрмей жатыр, дейді. Қазір мен application iPhone-ныкін App Store-ға қоямын, ананыкін маркетке қоямын да, уже адамдар скачт етіп алады, жүріп кетеді, атып кетеді, ұшып кетеді бизнес дейді да. Қаншалықты дұрыс сол программалар шешуі? Қате сияқты. Ол жерде былай ғой, программа ол клиент алып келуді шешпейді. Просто сенің өзіңнің клиенттеріңді сол сенде қалдыруын шешу мүмкін. Сол клиенттік база қалып қалуы мүмкін шешу. Егер ыңғайлы Каспийдікіндей ыңғайлы экосистемасы десең да, мысалы. Ал бұлай ешқандай нені шешпейді, ол Телеграммен де, WhatsAppпен де жұмыс істеп жүр ғой адамдар, мысалға айтқанда. Енді основной аудиториямыз кәсіпкерлер. Екеуіңіз де өз пікірлеріңізді айтып кетсеңіздер болады, Марат. Бизнесті қаншалықты ақша маңызды? Бірінші орында бір нәрсені бастау үшін қаншалықты идеяны іске асыру үшін ақша маңызды? Бірінші орында ма, қандай ол? Ақша ма? Ақша. Бір нәрсені бастау үшін. Бірінші орында ма, қаншаншы орында? Нишаға байланысты, жаңа Қасым өзі айтып отыр, Каргоға біз сондай 10 жылдық тәжірибесі бар, солардың ақшасымен кірдік деп, Барсаң нөлден бастап. Өзің ақшаны салмайсың. Олардың готовый бизнесіне кірді. Готовый бизнесіне кірді, бірақ бұл енді өзінің бизнесін бастап отыр, одан пайда көріп отыр. Бұл клиент тапқан үшін ол жақтан ақша табусын, дұрыс па? Енді бұл жерде көп, егер де өндіріс болса, ол жақта ақша да маңызды. Егер де өндіріс ақша. Өйткені мынандай ғой, инвестор деп мынаны да ойлап кетеді да Қасым-Жомарт. Мысалға дейді, әлі вообще бизнес жасап көрмеген. Келеді сондай адамдар, вообще бизнес жасап көрмеген. Ешнәрсе, менің зор проектім бар дейді. Айтпаймын, саған айтамын дейді тек. Мен ұрлап алатын сияқты. Саған айтамын, осындай бизнес бастау керек дейді. Соған инвестор іздеп жатырмын. Кеп, как будто ақша береді. Бірінші, ешқашан сен бір нәрсені бастап жатқан уақытта ешкім саған 3 адам бар дейді. Негізі жақсы танымал бизнесменнен 3 түрлі не болады деді, инвестор болады деді. Бірінші рет бизнесіңді запускать етіп жатқан уақыт. Еще сен әлі бизнес жасамаған болсаң. Біріншісі өзің семьяң, family жаңа
саған беруі мүмкін, жасап көр, үйтіп көр, бүйтіп көр деп. Жаңа екіншісі достарың болуы мүмкін жаныңдағы, сенің бизнесіңе жарайды, жасап көр, бүйтіп көр деп бер. Үшіншісі дейді, ақмақ адам болады дейді. О, ақмақ не, инвестор болады. Сен әйтеуір сендердің бүйтіп саған тігіп жібереді. Басқа ешкім андай бизнес инвесторға баратын болсаң, вообще сен уақытыңды алма, кет, есігін жауып тастайды. Өйткені инвестор деген адам никак стартап бизнеске ешқашан ақша тікпейді. Өйткені инвесторға баратын болсаң, сұрайды екен да бәрібір сенен. Мысалы үшін, сен жүріп тұрып па, минимум $5,000 тауып тұрсың ба, сынақтан өткен бизнес болса, мен саған Марат бере аламын. $10,000 беріп көрейін, қанша алып келесің маған. Андай инвесторлар вообще бермейді. Мысалға, қаншалықты бірінші стартабына кімдер беруі мүмкін да ақша? Өзінің ақшасына риск етпеген адамға кім ақша береді мысалға? Өзінің ақшасына риск еткісі келмейді, біреудің ақшасына риск еткісі келеді. Тура сол бағана 3 адам мысалы келтірдіңіз ғой? Иә. Сол 3 адам өзі келтіреді ғой, сол дәл солай. Мысалы, өзің кімнің ақшасымен бастадың? Мысалға. Мен бірінші Каспийдің ба? Жоқ, Каспийдің емес, бірінші бастаған кезде сол әке-шешемізден алдық, семьямыздан. Иә. Одан кейін Каспийден де алдық арасында. Сол әке-шешемізден кейін уже бөтен туысқан емес адамдардан алдық та. Уже ол жүріп бизнес жүріп тұрған кезде, мысалы товаркамен айналысып жүрген кезде да бағана. Таныс емес адамдардан алдық. Солай. Сосын Сәкен, сен өткенде статусыңа қойдың ғой? Бір видео. 1 миллион төлеп жаңағы алдында бизнеске 1 миллион алып бердің, қанша алып едің? Бірден көп екен, нұр екен, бұны жауып тастамасам болмайды, бизнеске инвестиция. Сонда бизнеске салып жіберіп бердің? Каспийдан инвестиция ма бір нәрсе алдың ғой? Не ғой, кредит для ИП деген ғой? Иә. Сол керек болып қалған кезде алғам ғой, сөйтіп кейін жауып қоямын ғой деп, рассрочка сияқты шығар деп ойлағам ғой, процент жоқ. Сөйтсем проценті бірге бір екен. Иә, бірге бір ғой. 1 миллион алсаң 2 миллион төлейсің. Иә, солай екен. Ол ондай негізі кредиттің пайдасы көп екен ше. Мысалға бизнесте история ма? Жоқ, историядан бөлек, мысалға мен сондай товарный жұма кезде ақша керек болып қалады да срочно. Сондағысы 5 күнге ше. Сол 5-6 күнге керек болып қалады. Сол кезде кредит жіберем 2 миллион теңгеге ше. 2 миллион ғана береді өзі. Бере салады сразу. Каспий голдыңа салып жібереді. И оны аудара бересің. Кез келген уақыт алуға болады жауыпсам, иә, бірақ. Мысалы, срочно керек болып қалады кей кездерде. Кеше виза істететін кезде, мысалы Каспийімде қарасам, сондағысы бір 100,000 теңге бар екен. О жерде визада қағазың болу керек. $5,000 бар деген. Сөйтімді менде Каспий голдың ақша болмағандықтан сол нені бастым, кредит дегенді. Нені алдым, кредит голдыма түсті ғой енді ақшасы. Сөйтіп барып қағаз алдым, $5,000 бар деген. $5,000 бар деген қағаз шығартсақ, кредит қайтып жауып тастай салдым. Намес өзінің ақшасын өзіне бере саласың. Алмайды ғой, дұрыс па? Сонда бір айдың ішінде процент қосылмай ма қалай? Жоқ, қосылады. Бір күнге емес, мен 2 сағат қалдым ба? Бір күнге негізі 1,400. Бір алғаныңа 1,000 теңге қосылады да, бірақ күніне қосылады ғой, андай күніне, айына. Өзінің проценті бар ғой. Мысалы 1,429 теңге ма алды сол кезде ше. Мысалға 1 миллион алсаң, 1 жылдан кейін тағы 1 миллион қарыз болып тұрасың да. Азаймайды. Азаймайды. Төлеп, сен мына айда төлегенің, ол еш нәрсе, просто төледің болады, әлі 1 миллион тұрған болады. 1 миллион алсаң, 1 миллионнан кейін, 1 жыл өткеннен кейін 1 миллионның не істеп бастайды, жауып бастайды. Ол негізі кредит деген жаман нәрсе емес ғой. Мынау үлкен бизнесмендер ше, көп Қазақстанда кредитте жүр екен. Бірақ олардікі кредит екі түрлі болады екен ғой. Эмоциональный кредит и баспен умный кредит дейді ғой. Сондай болады екен. Умный кредит сол жұмысқа ақша тығасың, телефон или машина алсаң, уже эмоциямен алып қойған кредит та ол, пайдасы жоқ дүние. Сол секілді кредиттердің түрі болады екен. Айналдыратын ақша десең. Иә, оның пайдасы бар кредит та ол. Мысалы, көп ақшасы көп адамдар былай жасайды екен. Өзінің үйін сатып жібереді, мысалға 300 миллион теңгелік үйді наличкеге алмайды екен да ол. Кредитке алады екен. Қарызға алады, иә. Кредитке алып, кредиттің проценті ана өзі оборотқа салған ақшасынан аз болады ғой, несі проценті. Оборот жартыға жарты болса, аз болады. Мен сөзін анан ойлаймын.
қолында 300 миллион бар дейді, бизнесмен болса дейді, мысалы оның басқа адам болса дейді 300 миллионға барып өзіне үй алу қажет затын алып тастауы мүмкін еді дейді. Ол өзінде қалды да, болды 300 миллион бітті деуге болады уже. Ал ол бизнесмен болса дейді, барады дейді, өзіне өте жақсы, ана үйден де жақсы квартираны арендаға алады дейді, айына мақұл 1 миллион болсын, 2 миллион болсын, 3 миллион болсын төлейді дейді да. Ар жағында қалған 200, мысалы айына 3 миллион бір айлық несін алды, ар жағында мақұл 50 миллион теңгені уже 1 жылдық арендасын қойды дейікші, квартирасын бөлек төлеп тастап тұр болды. 1 жылға уже квартира үй алып қойды. 250 миллион теңге қалды, оны оборотқа салады дейді да. Оны 1 жылдың ішінде 500 миллион қылып шығарады дейді да. Мақұл, оны одан да көбейтуге болады дейді. Чем барып бір үй ала салғанша дейді да. Бизнесмен солай ойланады екен да. Жалпы бизнесмен ойынша кім? Қандай адам болады? Бизнесмен кім жалпы? Бизнесмен деген сол бағана тәуекелшіл адам. И қазір Қазақстанда бизнесмендер көбейіп кетті ғой негізі. Біздің Қазақстанда бәрі бизнесмен болып кетті. Операторлардың да бизнесмен болып кетті. Таксистердің де бизнесмен болып кетті. Тәуекел жасап бір тиынды екі тиын қылады деп айтса, мен кесемін да сондықтан. Қоясың. Деп қойып па? Предприниматель дейді ғой. Ол бизнесменнің әртүрлісі болады. Мысалға инвестор болады, бағанада алып сатар бизнесмен болады деген секілді. Мысалы мен бизнесменді андай дәрігер көремін деші. Түсініксіз дегенде неге олай ойлайсың? Мысалы қара, бизнесмен ол мысалы мен сенен ақшаны былай алсам, тартып алсам, не істеп алсам, ол заңсыз да, сол ұрлық немесе күшпен алу болып есептелінеді. Ал бизнесмен де былай қарасаң, оның да ойы сендегі ақшаны алу да. Бірақ ол не істейді ол кезде? Ол саған керекті мүмкін заттап беріп береді. Или саған керекті қызметін береді. Сөйтіп саған жалпы сенің бір жеріңді емдейді да, сол арқылы ол ақша алады. Ол енді бизнесмен тек сенің еміңмен айналыспайды, жалпы общий 100 адамның 200 адамның емімен айналысу арқылы жалпы проблеманы шешеді. Сол арқылы ақша табады. Дұрыс қой? Любой бизнес сондай ғой. Проблеманы шешу арқылы. Мысалы, мына судың пайдасы адам шерін қандыру арқылы деген секілді. Мысалы, мына дизайн бұл да бизнестің бір несіне кіреді. Бір адамға приятно да, ішкің келеді. Сол секілді да. Көбісі андай атып кететін бизнес сұрайды ғой, Нұрке. Ойбай, өтіп кететін товарды айтыңыздаршы деп сұрайтын ғой. Оны ешкім білмейді. Оны жалпы сол ауру тапқан адам, мысалы, сол ауру жерді іздеу керек. Адамшы өтіп кетеді деген товарды емес. Ауруды іздеу керек сияқты десемші. Дұрыс айтасың. Вот сол товар ауруды тапсаң, әріптестер. Сол жақта. Жақсы, онда келесіде жалғастырамыз. Достар, комментарияларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, төменге жазып кетіңіздер. Қажетті сілтемелер астында карго туралы, жалпы бизнес туралы сол жерге өтіп, сұрақтарыңызды қойып, карго арқылы қалай байланысқа шықса болады? Карго арқылы біздің де сілтемені қойып кетейік сол жерге. Қойып кетеміз ғой. Сол тікелей сілтеме ма, менеджерға шығатын сілтеме ма? Менеджерге шығатын, сол ютубтан келдім деп жазса, ары қарай алып кетеді менеджер. Сосын келесі подкастқа қандай тақырыптар қызықты қозғайық. Сол арқылы айтып кетсеңіздер, біз соған қарай қонақ шақырамыз, немесе өзіміздегі бар адамдармен отырып әңгіме айтатын боламыз. Қытайға достар, Қасым-Жомарт шығып баратыр. Қандай интерестерің бар, егер көріп жатқан кісілер болса, қандай тауарлар қызық болады сізге, соларды біздер видео ретінде жасаймыз, Қасым-Жомарт? Видео ретінде зауыттарға бара жатыр, базарларға бара жатыр. Қандай тауарлар сізге интересна? Өзі тікелей байланыстырып берем, контакттарын жинап келем дейді. Сіздерге интересна болған адамдардың категориясын жазып кетсеңіздер, арнайы группама бір нәрсеге видеосын салып отырады. Связға шығасыздар, сілтемені қойып кетеміз.